14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне орай дайындаған сюжетімізді тамашалаңыздар. Егер де мен бай болсам, кітап сатып алар едім деген екен Максим Горький. Бүгін 14 ақпан кітап сыйлау күні. Біз осы мерекеге орай ауыл тұрғындарына таптырмас сыйлық болып табылатын осындай қазбаларды сыйға тартуға келдік. Байлығың берекең, көңілің көлегең, құтты болсын елім мерекең. Белің кең екен, далаңа тең екен, тарқамасын мәңгі мерекең. Байлығың берекең, көңілің көлегең, құтты болсын Sizге сыйлық дейді. Мен топырақ кейтілік көп адамдар астағфиралла, мына құлайдың келемеден қара құлай қазаққа келеді. Жақтан жаман көрмен бір. Gəlеген қауіптен қатерден Алла сақтап амал етен болып, қазақ халқы күлгілі ең дүниеде белгілі қалды.